Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай да вафельницаны қажет етпейтін духовкасыз сковородкада, қарапайым сковородкада дайындалатын вафельные трубочки дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Белгілі бір ережелерді сақтасаңыз, кәдімгідей қытырлақ, дәл вафельницамен жасалған вафлидей болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен вафлиміздің қамырын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз, қантымызды бірден қосып, барлығын миксермен 2 еселенгенше аппақ масса болғанша араластырамыз. Жұмыртқамыз осылай ағарған сәтте үстіне ванильді қантымызды қосамыз және де араластырып тұрып үстіне ерітілген сары майымызды құйып аламыз. Ерітілген сары май қатты ыстық болмауы қажет, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін, сондықтан жылы күйінде құйсаңыздар болады. Миксерімізді араластыруды тоқтаспастан үстіне ұнымызды бірден салып, барлығын жақсылап, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай масса пайда болады. Енді пісіруге кірісеміз. Құрғақ табамызды өте жай отта қыздырамыз. Және де осы күйінде біраз қасық көлемінде салып, осындай мен палетканың көмегімен өте жұқа етіп жайып шықтым. Немесе осындай сізде палетка болмаса, қасықпен немесе лопатканың көмегімен жайып алсаңыз болады. Бұл жерде ескеретін нәрсе оттың күші, яғни оттың мөлшері қатты болмау керек. Өте бая отта жаятын боламыз, себебі егер отыңыз қатты болатын болса, қамырыңыз бірден ыстыққа жайылмауы мүмкін. Сондықтан осы жерде абай болыңыз. Және де мен 2 отты пайдаландым. Бұл жерде газдың 2 бөлігін жағып қойдым. Біріншісі өте бая от болса, екіншісінде орташа от болды. Орташа отты мен қызаруға пайдаландым. Екінші жақ бетіне қызарған сәтте аударып, осылай бірден алдымда фольгамен орап алдым. Бұл міндетті емес, бірден осылай фольгасыз да орай берсеңіз болады. Просто мен барлығы бірдей болып шығу үшін осылай алған болатын. 1-2 секунд осы күйінде ұстайсыз және фольганы алып тастасаңыз, осындай сізде трубочкалар пайда болады. Дәл осы процесті қайталаймыз. Яғни жай отымызға сковородкамызды қоямыз, табамызды және де толықтай жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін орташа оттағы ауыстырамыз және де қызарған сәтте екінші жақ бетіне ауыстырып, бірден оттан ала салып орап тастаймыз. Барлық вафлилерімізді дәл осылай пісіріп аламыз. Егер сізге осылай газды 2 бөлігін пайдалану ыңғайсыздық тудырса, онда орташа отта бірінші табаны қыздырып алып, 1 минуттай сразу алып тастайсыз және де шамалыдан уақыт өткеннен кейін, егер табаңыз қатты қызып тұрған болса, сәл күтесіз, сәл суыған табаңыздың және де қамырды салып жайып алатын боласыз. Табаның ыстықтығымен қамыр оңай жайылады. Яғни сіз орташа отта қыздырғандықтан ол таба бірден суып кетпейді. Сәл суығаны соған жеткілікті болады. Және де соған жайып алғаннан кейін қайтадан орташа отқа қоясыз. Орташа отқа қойғаннан кейін ол 2 жақ бетінен қызарғаннан кейін бірден вафельді алғаннан кейін табаны оттан ала тұрасыз. Оған дейін сіз вафельді орағанша табаңыз сәл де болса қызуы
түседі. Сол уақытта сіз қамырды қайта салып вафлилерді оңай әрі тез пісіре аласыз. Бұл тәсіл мен пісіргенмін. Осы алғашында осылай 2 камфорды пайдаланып пісірдім. Одан кейін ең соңында дәл осы әдісті қолдандым. Сондықтан сенімді әдістердің бірі, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осылайша біздің вафельді трубочкаларымыз толықтай дайын болды. Ішін өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзіңіз ұнататын начинкамен толықтырсаңыз болады, немесе дәл осы күйінде де жей беруге болады. Өте дәмді, тәтті вафли болып шығады. Мен вареная сгущенканы қолдандым. Онда да мен көп салған жоқпын, яғни толықтай толтырған жоқпын. Ішін тек қана бір қасықтан 2 шетінен салып, үгітілген арахисті сепкен болатынмын. Вафли онсыз да тәтті, сондықтан аса бір қатты тәтті кремді осындай сгущенканы қатты қажет етпейді. Міне біздің вафельді трубочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, қытырлақ болып шығады. Вафельницада жасағаннан еш кем емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызды, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.